Асыл анам, қалайша мұңды бүгін жасыра алам. Жүзіңді енді сенің көре алмаймыз, мейірім мен махаббат шашыраған. Әр сөзің, өсиетің жанымызда, тәрбиең, тектілігің қанымызда. Біз сені жерге ешқашан қаратпаймыз, мына жұмыр жер бетінде барымызда. Сен барсың, жер бетінде өшкен жоқсың, мәңгісің жүрегіміз жадымызда. Ардақты анамыз Жұмағазықызы Ақсұлтан 1946 жылы 17 желтоқсанда сол кездегі Гурьев облысы, қазіргі Атыраудың Махамбет ауданындағы Редут ауылында дүниеге келген. Есентемір руының қызы Ақсұлтан отбасындағы 4-ші бала, кенже қыз болғандықтан бейбіш мамасы ерекше еркелетіп махаббатқа бөлеген. Анамыз жастайынан еңбекқор, талапты жастардың қатарынан болған. Жоғарғы оқу орнына түспей тұрып-ақ Гурьевтегі тігін фабрикасында тігінші моторшы қызметін атқарады. Ал 1968 жылы Алматыдағы мемлекеттік медицина институтының фармацевтика факультетіне провизор мамандығына өз күшімен оқуға түседі. Өз бауырларының арасында жалғыз өзі жоғары білімге қол жеткізген. Жұмағазиева Ақсұлтан өте білім құмар студент болған. Оқуын адал оқып, абыроймен аяқтайды. 1973 жылы 6 жылдық жоғарғы оқу орнында білім алғаннан кейін анамыз қолына дипломын алып Гурьевке оралады. Осы туған қаласында дәріханаға жұмысқа тұрып, кәсіби еңбек жолын бастайды. Мамандықтағы жолын дәріханада химиктен бастаған анамыз, уақыт өте келе дәріхана басшысының орынбасарына дейін көтеріліп, кейін тағы бірнеше жыл провизор меңгерушісі қызметін атқарған. Еңбек жолында аяғынан нық тұрып, өз саласындағы білікті маманға айналған кезде анамыздың жеке өмірінде де өзгерістер орын ала бастайды. Сол кездегі жас ару Жұмағазиева Ақсұлтан 1981 жылдың тамызында Қуанбаев Ақылбай Құтжанұлына тұрмысқа шығады. Осылайша анамыз Жұмағазиева Ақсұлтан Құтжан атаның келіні, Ақылбайдың жары атанады. Бақытты жас жұбайлардың бақытын еселеп, дүниеге тұңғыш қыздары Динара 1982 жылы келеді. Тағы 2 жылдан кейін егіз Гүлсара мен Гүлшара туылып, Ақылбай әкеміз бен Ақсұлтан анамыздың жас шаңырағын қуанышқа толтырады. Ақылбай әкеміздің бірінші некеден туылған Гүлнар және Ерлан есімді ұл қызын анамыз өз балаларымен тең көріп, өмір бойы сыйластық, көркем қарым-қатынаста болды. Сондай-ақ асыл анамыз өзінің енесін, әкеміздің анасын өз анасындай бағып, өмір бойы сыйлап, бір шаңырақ астында 28 жыл бірге өмір сүрді. Анамыз отбасы деген қасиетті ұғымды терең түсініп, қастерлей білген адам. Оған оның өмірлік жолы дәлел. Әкеміз жұмыс бабымен қаладан қалаға ауысқанда, анамыз 20 жылға жуық абыроймен атқарған еңбек жолынан бас тартып, өзін толықтай отбасылық өмірге арнайды.
Отбасымыз әкеміздің жұмыс бабымен түрлі жылдары Атырау, Алматы, Ақсай қалаларында өмір сүрді. Әр ата-ананың жанының қуанышы, жүрегінің бар дұғасы мен тілегі, балаларының амандығы мен бақыты. Біздің тілеуімізді тілеп, қайда жүрсек те батасын арнап отыратын анамыздан күтпеген тұста айырылдық. Көпшілік өмір бойы ажар деп атаған Ақсұлтан анамыз, сүйікті жар, ардақты ана, қадірлі келін, мейірімді әже болып, немере сүйген бақытты жан. Ата-анамыздың үлкен балаларынан 6 немересі бар. Ал кенже қыз Гүлшара тұрмысқа 2011 жылы шығып, анасын құдағай атандырып, Шавалиевтер әулетінің келіні болды. Қазір Батырхан мен Қайсар есімді 2 ұлдың анасы. Ата-анамызға Аллах тағала 42 жыл бақытты, берекелі, сыйластық пен махаббатқа толы өмірді нәсіп етті. Олардың жаны егіз, арман мақсаттары бір еді. Содан болар, әкеміз өмірден өткеннен кейін 1 жыл өтпестен, анамыз Құдайдың қалауымен жан жарының артынан мәңгілік өмірге, мәңгі бірге болуға аттанды. Олардың соңғы мекені, қабірлері де қазір қатар тұр. Біз бәріміздің жасаған дұғамыз анамызға аспан әлеміне жетеріне сенімдіміз. Мінезі асыл, алақаны аялы, жүрегі жылуға, жаны мейірімге толы анамыздың бейнесі мәңгі жүрегімізде. Берген тәрбиесі өмір бойына бізге жол сілтер жарық нұр. Жатқан жерің жайлы болсын, анашым. Сен мәңгі жүрегімізде, жадымызда, жанымыздасың.
сыйладың сен маған, даланың әр гүлін жинадың сен маған. Сен бердің құстардың қанатын самғаған, балалық қоштарым өзіңе арнаған. Әлдилеп аялап өсірген жемісін, самал жел саябақ құшағың мен үшін. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңліңді көктемдей көзіңнен танимын. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңліңді көктемдей көзіңнен танимын. Өтеуге борышын анашым жан сырым, іздедім сен үшін әлемнің асылын, әлемнің байлығын. Сыйлар ем кеш мені, сыйлар ем ай күнін, қолыма түспеді. Әлдилеп аялап өсірген жемісін, самал жел саябақ құшағың мен үшін. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңліңді көктемдей көзіңнен танимын. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңліңді көктемдей көзіңнен танимын. Етегір қанағат әзірге берерім, балалық махаббат, балалық жүрегім. Бол риза анашым, қолдағы осы бар өзіңе арнаған әнімді қосып ал. Әлдилеп аялап өсірген жемісін, самал жел саябақ құшағың мен үшін. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңліңді көктемдей көзіңнен танимын. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңліңді көктемдей көзіңнен танимын. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған,